Ассалаумағалейкум бауырлар. Мынау бас сирақ әбден жақсылап піскен, үлбіретіп тұрып пісірдік әдейі міне. Осыны үнемі мүмкіншілік болған сайын жеп жүру керек. Бұны ешқашан бұдан бас тартпау керек. Кейбір кісілер бұны жемейді де екен ғой, Алла сақтасын. Енді білмейді ғой кісілер бұның қаншалықты пайдасы бар екенін. Мен өткенде шек қарын туралы айттым ғой, шек қарынды тастамай жеп тұру керек. Себебі мынау біздегі неше түрлі тағамдар жейміз, ішінде витаминдері кетеді, жаңағы жүреді шек қарын арқылы, соның бәрі шекке сіңеді, оның ішінде де витаминдер болады. Сол үшін қойдың мынау бауыры, сосын шек қарны, өнеге мынандай бас сирақ деген нәрсе өте пайдалы болады. Енді шек қарын жарайды витамины көп дейік. Ал енді мына бас сирақтың қандай пайдасы бар десек, мынаның құйқасы бар ғой, міне құйқасын жақсылап пісіріп, міне құйқасы, сіңірлері, осыны жақсылап тұрып, езіліп тұрып пісіру керек те, осылай жеу керек. Себебі мынаның ішіндегі заттар біздің буындарымыздың арасында су болады ғой, жидкость, сол соған өте жақсы тағам болады бұл. Соны толтырады, сол жидкостьті. Сөнеген жаңағы буындарыңыз қиқылдап шиқылдамайтын болады. Егер ол деген бір-біріне қажалып кете беретін болса, егер сол жидкость кетіп болатын болса, ойлаңызшы, сүйекке тиген кезде не болады қажалап. Ол деген жаңағы защитный слойларының бәрі құрып, сүйек деген сүйекке тиіп, содан үлкен шіри бастайды ғой сүйек бір-біріне тигеннен кейін. Өнеген оны түзеу екі талайды, соған жеткізбеу керек. Сол үшін мынау шек қарын, бас сирақты даже қосып бірге холодец жасап, жиі жеп тұрған абзал болады да өздеріңізге. Сол үшін осы моментті сіздерге жеткізіп отырған жайым бар. Ал енді ауырмаңыздар, денсаулықтарыңызды сақтаңыздар, бас сирақ, шек қарын жеп жүріңіздер.